Елімізде жалпы білім беру жүйесі бұл тәуелсіздік алған тұстары кеңестік жүйенің жалғасы болып келді. Яғни барлық негізгі фундамент, барлық салалық басқару, оның білім беру бағдарламаларының жасақталуы, мамандықтардың тізбесі, бұның барлығы да кеңестік жүйеден қалған болатын. 2000 жылдардың басында біз кредиттік жүйеге ауыса бастадық. Сол ауысу кезінде бірнеше трансформация болды. Нақты айтқанда, жоғарғы білім жүйесі кредиттік жүйеге енді, бірақ бұл кредиттік жүйе бірінші баллон процесіндегі емес, өзіміздің типтегі өзімізге ыңғайлы болады. Одан кейін баллондық жүйеге 2004 жылдан бастап біз ене бастадық. Толыққанды баллондық жүйесі 2010 жылдан бастап толығымен ескі кадрларды, яғни кандидат, ғылым докторы деген жүйе алынып тасталды да, 3 кезеңдік магистратура, докторантура және бастапқысы бакалавриат болатын білім беру жүйесіне көштік. Ең соңғы мамандар, яғни 5 жылдық оқумен білімді аяқтайтын, маман ретінде квалификацияны алатын мамандарды біз 2008 жылы соңғы шығарылымы болды. Одан кейінгі жоғарғы оқу орнын аяқтағандардың барлығы бакалавр дәрежесін алып шығатын болды. Егер кеңестік жүйемен қазіргі біздің баллон процесіне енген қазақстандық білім беру жүйесін салыстыратын болсақ, не себепті біз қазақстандық деп айтамыз? Себебі баллондық жүйе бір жүйе болғанымен, әр елде ол жүйенің жүзеге асырылуы әртүрлі, әрбір елдің өзінің спецификасы болады, оның өзінің заңнамалық негіздері болады. Егер осы екеуін салыстыратын болсақ, басты айырмашылық бүгінгі күні бұл жалпы маманданудың, білім беру жүйесінің әрбір университеттің ерекшелігін ескере отырып, өздерінің мақсатты аудиториясына, яғни өздерінің білім алушыларына бейімделуінде жатыр. Егер бұрындары кеңестік жүйеде қатып қалған білім беру бағдарламалары болатын болса, және қандай да бір мамандықтарды дайындау барысында бізге қажетті дағдылар алдын ала жазылып қоятын болса, мемлекеттік деңгейде, және барлық бағдарламалар өте ұқсас келетін болса, мысалы журналистерді алайық, журналистерді дайындау барысында бүкіл Қазақстанның білім беру бағдарламалары ұқсас болды. ГОСТ болатын, нормативтік актілер болатын, соның негізінде қандай пән оқыту керек, қандай пәндер міндетті болу керек, оның көлемі қанша болу керек, ол пәндерді оқыту барысында қандай тақырыпта лекциялар дайындалу керек екенін барлығы жазылып тұратын. Бүгінгі күні бұл біз осы тәжірибеден кеттік. Бүгінгі күні білім беру жүйесі ықтималдылыққа қарай, яғни трансформацияланып, әрбір жоғарғы оқу орны өзінің білім беру бағдарламаларын дайындайды. Және мемлекеттік деңгейде мамандану бойынша ешқандай да пәндер міндеттелмейді. Жалпылама беретін, мысалы, Қазақстан тарихы, философия, не болмаса дене шынықтыру деген сияқты пәндер реттеледі міндетті түрде, бірақ мамандануға байланысты әрбір жоғарғы оқу орны өзінің жеке дара бағдарламасын аша алады. Сонымен қатар мамандықтардың атауында да трансформациялар бар. Егер бұрын тек қана бір, мысалы, жаңа айтқан журналистика ғана болатын болса, бүгінгі күні ол журналистикасын алуан түрлері шығып жатыр. Ол спорт журналистикасы болуы мүмкін, ол зерттеу журналистикасы болуы мүмкін. Мысалы, егер саясаттануға келетін болсақ, бүгінгі күні мысалы саясаттану бар, қолданбалы саясаттану бағдарламалары бар, этносаясаттану сияқты бағдарламалар бар. Яғни әрбір жоғарғы оқу орны өзінің профессорлық құрамына қарай, орналасу жеріне қарай, мақсатты аудиториясына қарай, оның аймағындағы саяси ахуалға қарай мамандарды дайындай бастады. Енді кемшіліктер әрине қандай да жүйеде болмасын болады, ол бүгінгі жүйеде де бар. Ол кемшіліктердің басты көрінісі трансформацияның өзінде де бар. Кез келген жүйе трансформацияланып жатқан кезде ол жүйеге бейімделу керек, ол бейімделу бірден жүзеге аспайды. Сондықтан да мысалы профессорлық құрамының да, оқытушылардың да осы жүйеге бейімделуі әзірше қиын болып келеді. Сонымен қатар бейімделудің тағы бір қиындығы, мысалы қазір жоғарғы оқу орындарына еркіндік берілді. Әрбір жоғарғы оқу орны өзінің ішкі саясатын жүргізіп, өзіне қандай мамандар керек екені, оны қалай даярлайтынын өзі шешеді. Бұрындары барлығы да министрлікпен реттеліп отыратын.
қазіргі күні көптеген жоғарғы оқу орындары осы жауапкершілікті өзіне алуға қорқып отыр. Әлі де бұрынғы мысалы тәжірибемен, бұрын министрліктің директивасымен қандай тапсырмалар түсіп отырды, соны дәстүрлі түрде орындаумен ғана айналысып жатыр. Мысалы, өз еркінде, оның өзінің құқығы бар, қалай білім беру жүйесін қалыптастыру болатын. Соны әлі пайдалануға көбісі көше алмай жатыр. Оған да уақыт керек, оған да жаңа кадрлар керек. Қазір байқайтын болсақ, көптеген жоғарғы оқу орындарының басшылары, не болмаса проректорлары, декандары жас буынға келіп жатыр. Осы жас буынның келуімен жаңа бір деңгей, жаңа бір серпілістер сол жоғарғы оқу орындарында орын алады деп білемін. Сонымен қатар бүгінгі күннің тағы бір енді кемшілік емес, керісінше бір позитивті жағы білім беруге және ғылымға көптеген қаражат бөлініп жатыр. Байқайтын болсақ, жоғарғы оқу орындарының жалпы білім беру жүйесіндегі оқытушылардың жалақысы көтерілуде, шәкіртақылар көтерілуде. Сонымен қатар әсіресе қуантатыны, мысалы, медициналық және ұстаздық мамандықтарда оқып жүрген студенттердің шәкіртақысы басқа мамандықтарға қарағанда әлдеқайда жоғары. Бұл осы мамандықтарға деген сұранысты көбейтіп жатыр. Сондықтан да осындай қаржыландыру жағынан да үлкен мүмкіншіліктер бар. Және тағы жоғарғы білім беруге бағытталған бір үлкен серпіліс деп ойлайтыным бұл ғылымды дамытуға бөлініп жатқан қаражат. Себебі бізде бұрындары білім беру жүйесі өз бетімен, ғылым өз бетімен кететін. Оның арасындағы симбиоз көбінесе байқалмайтын. Ал жоғарғы білім мен ғылымның арасындағы арақатынас, қарым-қатынас тығыз болатын болса, жоғарғы білімнің деңгейі де осы ғылыми бағытта әлдеқайда мықты болады. Бізде әлеуетіміз бар, оны дамыту керек, оған енді бейімделуіміз керек. Қазір көптеген бағдарламалар бар. Әлі әрине жасалатын дүние көп, бірақ бастамасы жақсы. Мысалы, жас ғалымдарға арналған арнайы гранттар бөлініп жатыр. Ғылымда кез келген зерттеуді жүргізу үшін ғылыми гранттарды иеленеді. Конкурсқа түсіп, сол бойынша қаражат ұтып алады. Бұрын тек қана жалпы конкурс болатын. Ол жалпы конкурста әрине мықты, беделді, өзінің қоры бар, үлкен мектебі бар ғалымдар ғана осындай гранттарды ұтып алатын. Қазір арнайы жастарға арналған, яғни енді ғана ғылыми дәрежесін алған, ғылымға бет бұрған жастарға ол өте үлкен мүмкіндік. Себебі конкуренция өз арасында, өзінің деңгейіндегі азаматтармен ғана конкуренцияға түседі. Сонымен қатар қазіргі кезде мемлекет тарапынан да көптеген байқаулар ұйымдастырылып жатыр. Соның ішінде арнайы ғылым саласы бойынша да байқаулар бар. Бұл тренд жастарды ғылымға шақырады деп ойлаймыз. Сонымен қатар қазіргі кезде жастарды ғылымға тарту бойынша жаңағы оқытушылық қызметтің де жалақысы көтерілді және біршама қадамдар жасалып, ғылыми әлеуеттің ұлғаюына мүмкіндік жасалып жатыр. Бұл инфрақұрылым, бұл зертханалардың ашылуы, осының барлығы да бар. Бірақ сонымен қатар тағы да бір менің ойымша үлкен жасалу керек қадам, бұл тек қана қаржыландыру емес, бұл тек қана жағдайдың жасалуы емес, медиа салада ғылымның мүмкіндіктерін көрсету, оны жарнамалау, ғылыми қызметкерлерді насихаттау керек.